сабақта сіздермен тігіс түрлерін үйренетін боламыз. Ең бірінші көрсеткім келіп отырған тігіс ол бізде жабық тігіс деп аталынады. Қазақ тілінде немесе французский шов деп те айтамыз. Менің сіздерге таңдап алған матам қазір 90 түсті, яғни контрастный цветпен, қара жіппен тігіп көрсететін боламын. Өйткені барлық тігіс түрлеріне сіздерге айқын ерекше болып көрініп тұруы керек. Қазіргі тігетін тігіс бізде екі тәсілден тұрады, яғни екі тігістен тұрады. Бірінші тігісіміз біз мысалға мынау сіздің матаңыздың сыртқы жағы болатын болса, мынау астар болатын болса, біз бірінші астар мен астарды бір-біріне қойып аламыз. Сыртқы беттеріңізден матаңыздың сыртқы жағынан мұнда 1 сантиметрге немесе 0,5 миллиметрге тігіп шығамыз. Жабық тігіспен егер киіміңізді тігуді жоспарлайтын болсаңыз, алдын ала 1 сантиметрден көп 1,5-2 сантиметрге дейін припуск қосып алыңыздар. Өйткені бұл жерде сіздер 1 сантиметр бірінші тігесіздер, одан кейін қайырып тағы 1 сантиметрге тігесіздер. Сол себепті міндетті түрде припускты дұрыстап есептеңіздер. Қазір мен тігу үшін өзіме 0,5 сантиметрді қолданамын. Арғардай тігісті процесте көрсетіп отырамын. Барлық тігіс түрлерін мен сіздерге жанау машинасында көрсететін боламын. Өйткені бұл бытовой машинка, яғни тұрмыстық машинка ретінде қолданылады. Өздеріңізде, егер де сіздерде промышленный машинка болатын болса, маған жазыңыздар, мен ол машинкада да қалай тігу керектігін көрсете аламын. Ал қазір мен тігу үшін менде мына жерде табан бар. Осы табанның шеттігімен тігетін болса, менде 0,5 мм шығады. Матамды табанның шеттігіне қойып аламын. Одан кейін тігу барысында закрепка қоямын. Закрепка бізге міндетті түрде керек. Екі матаңыз бір қатарға жатуы керек. Егер үлкен ауқымды киімдермен жұмыс жасайтын болсаңыз, екінші тігісті жасамас бұрын мына тігісіңізді екіге жарып үтіктеп алып, бірінші тігісіңізді ашып аласыз да, одан кейін барып қайырып тіксеңіз болады. Ал қазір мендегі мата бойынша мен сразу тіге аламын. Екінші тігісті қалай жасайсыз? Мысалға сізде міне сыртқы жағыңызда тігіс көрініп тұр, ал астар жағыңызда көрініп тұрған жоқ. Енді мына сыртқы жақта көрініп тұрған тігісті біз астарға аударуымыз керек. Ол үшін мына тігісіңізді қайтадан қайырасыз. Қайырған кезде екі жағыңыз біркелкі жату керек. Яғни екі жақтың ортасында сізде жәнегі тіккен тігісіміз қалып қояды. Аласыз. Егер сіз жаңа оң жақ бетте 5 мм-ге тіксеңіз, онда қазір 1 сантиметрге тігесіз. Егер сіз 1 сантиметрге тігіп алған болсаңыз, онда 5 мм-ге дейін кішірейтіп қиып тастаңыз. 1 сантиметрге тігу үшін екі шеттікті мен біріктіріп алдым. Қайтадан мұнда 10 деген белгіге қоямын. 10-ға қойып аламын да. Закрепкамен бастап, закрепкамен аяқтаймын. Бұл тігіс түрін негізінде көбінде пастель, яғни жатуға арналған төсек орын жабдықтарын тігуге арналған ретінде қолдануға болады. Бірақ та егер сізде оверлок жоқ болса, және де косая бейка лентасы көп уақытыңызды алатын болса, осы тігісті қолдана отыра киімді де тіксеңіз болады. Бұл тігісте косая бейка сияқты люкс обработкаларға жатады. Мысалға сізде қазір бірінші тіккен тігісіңіз астар жақта екі тігістің ортасында қалып қойғандықтан матаңыз сізде сөгітілмейді. Ең маңыздысы қазір 5 мм-ге қиған кезде өте қатты тігісіңізге жақын қылып қимаңыз. 1 сантиметрге мына жақтан тігіп шықтым. Енді оң жағын тексеріп көрейік. Оң жағында сізде де ешқандай тігіс көрінбейді бізде. Жәнегі 5 мм-міз мына тігістің ішінде қалып қойды. Оң жағынан да, астар жағынан да бізде матаның шеті жоқ. Осындай тігістің көмегімен оверлоксыз жұмыс жасауымызға болады. Французский тігіс бойынша қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, егер бірдеңке сізде дұрыс шықпай жатса, міндетті түрде жазыңыз, көмектесуге дайынмын.